Бүгінгі оқиға екі туған бауырлар туралы. Бұл оқиға 1999 жылы Винчестер қаласын шулатты. Жергілікті тілшілер, газет-журналдар, теледидар бұл іс туралы көп жазды. Бұл оқиға 1999 жылы Канзас штатында 14 жасар Камила Арфман деген қыз баладан басталады. Ол мектептегі үлгерімі жоғары болды және жеңіл атлетикаға қатысатын. Ол әр жексенбі шіркеуге баруды жақсы көретін. 1999 жылдың күзінде Камила Арфман әпкесінің үйінде тұратын. Ол үйде әпкесі Бетти, жездесі Флойд Бледсоу және олардың кішкентай баласы, тағы екі бөле сіңлілері тұратын. 5 қараша Камила күндегідей таң ертең сабаққа жиналып, сабағына кетеді. Сағат кешкі 4:30-да мектеп автобусы Камиланы үйдің алдынан түсіріп кетеді. Камиладан кейін сабақтан оның бөлесі үйге келеді. Үйге келген кезде ол Камиланың киімдерін, мектеп оқулық